Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін circular pattern деген функцияны өтеміз. Бірінші, жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Осындай мысалы бір шеңбер сызсақ, оны 10 миллиметрге өсірсек, мынандай табақша пайда болды. Енді табақшаның үстіне сурет салайық. Осындай construction line мен пластик сызық. Содан кейін бұны қайталайық. Өсірейік. Так, осындай өсірдік. Мына екінші бөлшек пайда болды. Енді circular pattern деген таңдаймыз. Сосын мына бөлшекті таңдаймыз. Axis ненің айналасында жасалу керек, соны таңдаймыз. Көріңіз, аяқта төртеу тұр. Жұлдызшаның 4 шешесі пайда болды. Енді санын көбейтсек, мысалы осылай кәдімгідей жұлдызша пайда болды. Содан кейін бұның бәрін қосып, мынандай boolean дегенді басамыз. Union деген бір бөлшек қылады. Міне бізде дайын жұлдызша пайда болды. Осымен сабағымыз тамам. Қош сау болыңыздар.